Самодержавиннің діни саясаты. Құрметті балалар, бүгінгі тақырыбымызда 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың бас кезіндегі патша үкіметінің мұсылман мектептеріне шектеу қоюының мәніне және жергілікті ұлт өкілдерінен шенеуніктер дайындауға бағытталған мектептерді ашу себептеріне тоқталамыз. 19-20 ғасырлардың бас кезінде Қазақстанда халыққа білім беру ісі екі діни және зайырлы бағытта жүргізілді. Мектеп медреселерде қазақ жастарының білім алуына мейлінше қарсылық жасауы патша үкіметінің Орта Азия мен Қазақстанда ислам дінінің таралуына қарсылығының бір көрінісі еді. Орынбор губернаторы Крыжановскийдің 1867 жылы Ресейдің шығыс бөлігінде мұсылмандықпен күресу жөніндегі шаралары да исламдық мектептерге шек қоюға бағытталған арнайы әкімшілік тықсыру болатын. Үкіметтің мақсаты орыс және орыс-қазақ зиялы мектептерін ашу және кеңейту болды. Сонымен қатар төмендегідей міндеттерді шешуге тырысты. Жергілікті орыс қоныстанушылардың бастауыш білім алуға деген талабын қанағаттандыру, өлкедегі бай табиғи байлықты игеру үшін білімді мамандарды даярлау, біртіндеп орнығып келе жатқан отарлау жүйесінің басқармасы, болыстық, уездік және облыстық әкімшілік үшін сауатты адамдар даярлау, патша үкіметі ағартушылықпен ғана емес, көшпелі халықты орыстандырумен де айналысты. Ресей империясындағы мұсылман мектептерінің алдағы дамуы туралы мәселе алғаш рет 1870 жылы наурыз айындағы үкімет шешімінде, яғни бөтен христиандар мен татар магометандар туралы арнайы ережеде бекітілді. Бұл ережеде мемлекет қаржыландыратын қалалық және ауылдық бастауыш мектептер мұғалімдер құрамына орыс тілін білетін оқытушы, молда не татарша білетін орыс мұғалімі болуы, өз қаржысы есебінен мұсылман заңдарын оқытатын мұғалімдерді тарту ескерілді. Сонымен қатар, ол ережеде жаңа ашылған мектеп немесе медресе орыс мұғалімін алуға міндетті болды. Діни оқу орындарының басты қызметінің жастар бойында әдептілік пен адамгершілік өнегесін дарыту болып саналды. Кейіннен патша үкіметі мұсылманша оқытуды да өз бақылауына алуға тырысып бақты. Мәселен, 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформалары бойынша мектептер мен медреселер ашу үшін уезд бастығының арнайы рұқсатын алуға жетеді. Бүкіл Қазақстан бойынша қанша мектеп және медресе болғаны мұрағат материалдарында анықталмаған. Медресе жан-жақты білім беруге негізделді. Онда Құранды оқытумен қатар мүлікті мұраға қалдыру және бөлу туралы заң, юриспруденция, тарих, философия және жаратылыстану энциклопедиясы, араб тілінің грамматикасы, догматика, логика сияқты ғылым салалары, математика, орыс тілі оқытылды. Медресені бітіргендер өз білімдерін Бұхара мен Ташкенттегі діни оқу орындарында жалғастырып келіп, ауылда мұғалім ретінде медреселердің қызметіне араласты. Орыс тілі жүрмесе әскери губернатор мектепті не медресені жауып отырған. Мешіт жанындағы діни мектеп жекеменшік иесінде болды. Оқу үйлерінің жетіспеуінен көптеген медреселерде, әсіресе далалық облыстарда бала саны 70 шәкірттен аспайтын. Оқушылар жасы 8-20 жас аралығында болды. Кейде медреседе 30-40 жастағы қазақтар да оқыған. Ереже бойынша оқушы жастар 16-ға дейін қабылдануы керек. Медреседегі оқу бағдарламасы 3-4-5 кейде 10 жылға созылған. Оқушылардың көпшілік бөлігі шеткері аудандардан келіп, медресе жанындағы жатақханаларда тұрды. Орталық әкімшілік бұған ерекше назар аударып отырған. Қазақстандағы ең алғашқы жаңа әдістемелік мектеп 1900 жылы Түркістанда ашылды. Ондай мектептер Ақтөбе, Жаркент, Верный, Қазалы, Қостанай, Перовск, Семей сияқты басқа да қалаларда пайда бола бастады. Абай Құнанбаев та Семейдегі
оқытудың жаңа әдістемелік жақтарын қолдайтын Ахмет Риза медресесінен дәріс алған. Түркістан өлкесінің генерал-губернаторы Розенбахтың 1888 жылғы 8 қыркүйектегі халық ағарту министрлігіне берген мағлұматында өлкеде барлығы 206 медресе және 3660 мектеп, 4000 мұғалім және 49 мыңдай оқушылар көрсетілген. Түркістан өлкесінде 1896 жылғы мағлұмат бойынша барлық мұсылман мектептерінде 77711 бала есепте тұрған. Петербург университетінің стипендианты Семей облысынан шыққан Жақып Ақбаев заң факультетін бітіріп, алғашқы кәсіпқой қазақ заңгері болды. 19 ғасырдың басында сонымен қатар зайырлы мектептер ашыла бастады. 1813 жылы Омбыда, 1825 жылы Орынборда әскери училищелер ашылды. Ұлты қазақ кадеттер әскери пәндерді оқуға жіберілмеді. Белгілі қазақ ғалымы Шоқан Уәлиханов Омбы кадет корпусын бітірген. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында өнеркәсіптің өркендеуіне орай сауатты адамдарға деген сұраныс арта түсті. 1850 жылы Орынборда, 1857 жылы Омбыда жаңа бағыттағы хатшы аудармашы даярлайтын мектеп ашылды. 1861 жылы Орынбор губерниясында 2 сыныптық тұңғыш мұғалімдерге арналған орыс қазақ мектеп ашылды. 1883 жылы Орынбор губерниясының Ор қаласында қазақтарға арналған мұғалімдер мектебі тұңғыш рет ашылды. 1789 жылы Омбыда Азия мектеп ашылды. Ол отаршыл аппарат үшін шенеунік кадрлар даярлаумен айналысты. Міне, қазақ халқының жаппай білім алуға көшуі, олардың патша үкіметіне қарсы ұлт азаттық қозғалысының күшеюіне, өз алдына автономия алуға ұмтылысына жетеледі.